Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге ракушки печеньесін дайындайтын боламыз. Үй температурасында майымызды миксерлейміз. Жұмыртқаның сарысын қоса отырып, қаймағымызды қосамыз. Ұнымызға қопсытқышымызды қосып, нанымызды илеп аламыз. Нанымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке қоя тұрамыз. Жұмыртқамыздың ақуызына шым-шым тұз салып миксерлейміз. Қантымызды қосамыз. Кукуруз крахмалын қосамыз. Белогымыз толығымен қоюланып, формасын ұстағанша араластырып, үстіне грек жаңғағын қосамыз. Кондитерлік қапшығымызға меренгамызды салып аламыз. Ұнымызды сеуіп, нанымызды жайып аламыз. Нанымызды жұқа етіп жайып алып, осындай формада кесіп аламыз. Меренгамызды нанымыздың орталарына құйып шығамыз. Пелмен түйгендей түйіп аламыз. Духовкада 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Печеньеміздің дәмі өте керемет, жұмсақ, жасап көріңіздер.